Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осы Windows жайындағы жаңалықтармен бөлісе кетейін дедім. Ең бастысы бұл жерде жаңалық сол қазпоштамен алуға бола ма, яғни қару компанияны қолданбай через қазпошта алуға бола ма, сол жайында болады. Яғни қазпоштамен алған тиімді ме, әлде қару компаниялары арқылы алған тиімді ме, сол жайында салыстыра отырып айтатын боламыз. И және бұл жерде бір товарға заказ беріп, жаңағы қазпоштамен алуға бола ма, әлде болмай ма, соны да тексеріп көретін боламыз. Сосын бір айтатын жағдай, мына жерде менде осы видеоларымды 95%, яғни почти 96% адам жазылмай көреді екен, тіркелмей көреді екен да. Видеоны бастамас бұрын сіздерден бір өтініш, арнаға міндетті жазылып кетіңіздер. Өйткені бізде 95-96% адам арнаға жазылмай көреді екен. 4% ғана адам арнаға жазылып көреді екен. Сіздер жазылсаңыздар, маған кішігірім мотивация болады. Ары қарай ютубқа тағы да басқа пайдалы ақпараттар салуға. Сондықтан жазылып кетіңіздер. Арнаға жазылған болсаңыздар, онда қарай видеоны бастайық. Қазір мен басынан бастап тіркеуден бастап көрсетейін, өйткені көпшілік адамдарда сұрақтар туындап жатыр тіркелу кезінде. Сол сұрақтардың бәріне жауап беріп кетейін. Windows сайтына кіреміз. Қазір мен WeChat арқылы кіріп тұр, менде Windows сайты. Енді сіздерде телефон нөмірімен кіру керек болады. Көпшілік адамдар сұрап жатыр, менің телефон нөмірімде жаңа карта тіркелмей жатыр, удалить еткенім қайдан жаңадан карта тіркей алмай жатырмын деп көпшілік сондай сұрақтар келіп жатыр. Ондай жағдайда сіздер аккаунтты бірақ удалить етіп қалпына келтіре аласыздар. Удалить етіп, сосын қайтадан жаңадан алған картаңызды тіркей аласыздар. Кейбіреулер жаңа картасында срок өтіп кетеді, не болмаса басқа бір туысқанның картасын тіркеген болады. Соған байланысты жаңағы өзінің картасын тіркеген кезде проблема туады, жаңағы тіркелмей. Ондай жағдайда оның екі шешімі бар. Біреуін басқа телефон, біреу жаңағы басқа телефон нөмірімен тіркелесіздер и соған карта тіркейсіздер жаңадан ашқан картаңызды. Ал екіншісі ол осы тіркелген картаңызды, яғни бұрынғы тіркелген картаңызды бейбас кірісе алмайтын аккаунтыңызды удалить етесіздер. Содан кейін барып сол телефон нөмірімен қайтадан тіркеліп, қайтадан жаңағы нені енгізесіздер, картаны. Мен ол аккаунтты қалай удалить ету және видео бар. Осы видеоның описаниясына қойып қоямын, сол жерден көріп удалить етсеңіздер болады. Сосын басқа телефонға осы Windows сайтын телефоннан удалить етпей қалай ауысуға болады, соны көрсететін жерін. Мына настройка бар ғой мына жерде. Мына настройканы басасыздар. Мына настройканы басқан кезде астына қарай жылжытасыздар. Міне астына жылжыған кезде мынандай жазу тұрады. Ауыстыру деген сөз. Осыны басасыздар. Мына жерде телефон нөмірдің сурет тұрады, телефонның суреті тұрады осы жерде. Осыны басасыздар. Міне басқан кезде міне осында шығады сіздерде. Осы мына жерден жеті деп басасыз. Бұл ары қарай Қазақстан телефон нөмірі, яғни өзіңізге қосылып тұрған телефон нөмірді жазасыздар. Бұл жерде сосын бұрында тек российский нөмір болады мына жерде. Қазір қазақстанский нөмірді добавить еттім. Жерге ашсаңыздар Қазақстан нөмірі +7 деп шығып тұрады. Бұрында ол шықпайтын. Сосын мына код келу деген басамыз. Сосын мына жерде көпшілік адамдар код келмейді. Егер код келмесе қайта 5 рет сұратасыз, 5 реттен кейін пазл шығады, сол пазлды қайтадан орнына қоясыздар, сосын қайтадан тағы 5 рет сұратуға болады. Код келгенше қайта сұрата берсеңіздер болады. Ең бастысы сол пазл шыққанда дұрыстап орнына қою керек. Содан кейін қайтадан тағы код сұрата аласыздар. Егер жаңадан тіркелейін деп жатқан болсаңыздар, егер осындай телефон нөмірі жазатын жер шықпаса сіздерде, дұрыс шықпай қалса, жаңа қалаған немен, мемлекеттермен, онда телефон нөміріңізді приложениянан былай шығып кетесіздер де, приложениянан нөмір жазатын жерге кіріп, нөмір жазатын жер +7 деп шығатын жағдайға келгенше қайта солай істей бересіздер. Сол +7 шыққан кезде сосын ары қарай телефон нөмірді жазып код сұратсаңыздар болады. Мен қазір маған код келген жоқ, қайтадан сұратамын екінші рет. Не маған тағы да келген жоқ, тағы үшінші рет сұратамын. Мына уже үшінші ретте сұраттым, келген жоқ, тағы төртінші рет сұратамыз. Мен төртінші рет сұраттым, келген жоқ, тағы басамыз. Мен бесінші рет сұраттым. Мен бесінші рет сұратқан кезде сразу келді. Мына кодты тереміз. Міне аккаунтқа кірді де осылай. Міне осылай аккаунтқа кіреді. Енді сіздер карта енгізбеген болсаңыздар, мына кнопканы басып картаны енгізсеңіздер болады. Менде ютубта басқа видеолар бар, картаны қалай енгізу керек жайында. Соған қарап енгізсеңіздер болады. Сосын тағы бір айтатын жайт, бұл жерде көпшілік адамдар мына жерде товар сатып алған екенбіз деп сағатта келеді ғой. Одан кейін мынаған ауысады, одан кейін мынаған ауысады. Мына жерге ауысқаннан кейін товар мына жерден жойылып кетеді. Жойылғанда бұл жерден көрінбей қалады. Оны қайдан көруге болады? Оны мына жерден көрсеңіздер болады. Мына бар ғой мына. Осы жерде сіздің сатып алған тауарларыңыз, сатып алайын деген тауарларыңыз барлығы осы жерде көрініп тұрады. История осы жерде. Осыны бассаңыз, міне осы жерде көрініп тұрады барлығы. Міне мына кнопканы көрдіңіздер ғой, міне. Осы кнопканы бассаңыз, бүкіл көрген тауарларыңыз бар осы жерде көреді, шығып тұрады осы жерден барлығы. Сатып алған тауарыңыз да шығып тұрады, осы историяға кірген тауарларыңыз бәрі көрініп тұрады осы жерде. Осы жерден тауып алсаңыздар болады. Яғни мына жерден жойып кеткеннен кейін мына жерден көре аласыздар осы жерге кіріп. Сосын мына жерде көпшілік сұрайды, осы жерге сатып алғаннан мына жерге келіп тұрып қалды, сағатқа ауысқан жоқ деп. Бұл жерде сатып алғаннан кейін 24 сағат ішінде тұрады, яғни оплата жасалғаннан кейін.
яғни оплата жасалғаннан кейін 24 сағаттың ішінде сағатқа қарай ауысу керек мына жаққа. Егер ауыспаса бұл жерде тұрған товарыңыз автоматты түрде картаңызға яғни возврат болып ақшасы қайтып түседі. Ал мына жердегі товарлар сатып алынбаған, яғни ақша төленбеген, ақшасы төленбеген товарлар тұрады. Бұл жерден де 24 сағаттың ішінде тұрады да, 24 сағаттың ішінен кейін бұл жерден автоматты түрде өшіп кетеді. Сосын Pinduoduo сайтында мына жерде сообщение келетін жерде мына жерде официальный жаңағы қазақстандықтарға арналған конференция ашылды, яғни чат ашылды. Мына чат пользователи Казахстана деген. Бұл жерде ограничение бар екен, яғни максимально 500 адам ғана отыра алады. Яғни бұл жерде қазір доступ жоқ бұған қосыла алмайсыздар қазіргі уақытта. Бұл жерде жазып жатыр, мына жерде официальный представительдері осы қазақстандық қой деймін. Pinduoduo сайтынан жаңағы почта арқылы алу іске қосылды. Почта арқылы заказ берсеңіз де болады деп айтып жатыр. Мына жерде срогын жазып қойған, міне көрдіңіздер ғой, 15-30 күнде келеді деп. Енді адрес енгізуді көрсетейін. Адрес енгізу үшін мына қызыл бар ғой, мына осыны бассаңыздар, мына жерде осындай бет ашылады. Содан кейін мына жерде мынандай кнопка бар, геоданные, осыны басасыздар. Осыны басқан кезде мынандай екі кнопка шығады. Егер сіздерде бір кнопка тұрған болса, мынау жазылып тұрған болса, онда сіздер телефондарыңызды Pinduoduo сайтының Play Market'тен кіріп обновление жасадыңыздар. Қазір обновление жасалды, Android'қа да, iPhone'ға да. Екеуінде обновлениесі бар уже жаңадан. Обновление жасағаннан кейін осы екі кнопка шығатын болады сіздерде. Яғни бұл жерге қазақстанский адрес енгізетін боламыз қазір. Яғни сізде егер қазақстанский адрес осы почта арқылы алдырам деп жүрген болсаңыз, онда мына кнопканы басасыздар. Мына үстіндегі. Ал мына астындағы бұл Қытай адресін енгізуге арналған, яғни Кару компанияның Қытайдағы скаутының адресін енгізуге арналған. Қазір бізге қазақстанский адрес енгізу керек. Оның үшін мынаны басамыз. Міне осылай бет ашылады. Мына жерге өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз. Сосын мына жерден өз облысыңызды таңдайсыз. Мен қазір өзімнің облысын таңдаймын. Алматы облысы. Алматинский ОФО деген басамыз. Ең астында мына жерде Талдықорған деген басамыз. Бұл осы белгілейміз. Сосын жерге подробный адресіңізді жазасыз. Міне мен адресімді енгіздім. Міне Мөшелтой 17, квартира 135. Мына жерде автомат түрде сіздің индекс неңіз шығады, поштаңыз. Яғни бұл Талдықорғандық. Ал менің жеке мекенжайымның поштасының адресі, яғни менің мекенжайыма жақын орналасқан, ол 05. Міне осылай сіздің өзіңіздің жақын орналасқан, өзіңіздің районыңызда, өзіңіздің микрорайоныңызда орналасқан поштаның индексін біліп алыңыз, жақын орналасқан. Соның индексін жазып қойыңыз. Сол кезде сол поштаның несіне кіретін болады, тікелей. Содан кейін қызыл кнопканы басып сақтаймыз. Міне біздің адрес енгізілді, көрдіңіздер. Сосын мына жерге осы адреспен тапсырыс береміз деп белгілеп қойыңыз. Міне осы галочканы қойып қойасыздар осы жерге, бұл автомат түрде. Сосын артқа шығып кетеміз. Бұл адрес енгізілді. Енді бір товарға тапсырыс беріп көрейік. Главный страницаға өтеміз. Мына жерден бір кез келгенін көрейік. Мына затты тапсырыс беріп көрейік. Міне 4-5 юань екен. Мына жерде қараңыздар, секунд санап отыр ғой. Осымен алған дұрыс болады, бірігіп. Өйткені сосын стрелка тұрған жерде тұрып қалмайсыздар. Басы сатып алу деген басамыз. Мына жерде таңдаймыз. Біреу жетеді маған. Окей деп басамыз. Мына жерде көріңіздер, үстінде осындай сіздің адресіңіз көрініп тұрады. Мына жерде көріңіздер ғой. Мына жерде картамен төлеу деген птичка тұру керек осылай. Мына жерде не көріңіздер ме? Птичка мына жерде тұрмау керек. Кейбіреулер мына жерде тұрады, птичкашы. Бұндай жағдайда төлем жасалмайды, WeChat арқылы болмайды. Бізге керегі мына жерде птичка керек. Яғни мына жерде тұру керек, мына қара птичка осы жерде тұру керек. Сол кезде осы картамен төлейсіз. Тіркелген карта. Сосын мына жерде сатып алу деген кнопканы басамыз мына жерде. Менде бір штук мына жерде көрдіңіздер. Мына жерде егер 2 штук алып бассаңыздар, мына бассаңыздар көбейеді. Сосын мына птичка осы жерде тұру керек міндетті түрде. Сосын мына жерде қараңыздар, шетелге арналған доставканың бағасы тұр мына жерде, алдын ала есептелген. Міне. Мына жерде көрдіңіздер 100 граммы, 1 килограмм, 0,1 килограммы 21 юань. Яғни 21 юань болады яғни 100 грамм зат тапсырыс берсеңіз 21 юаньмен алып келеді, доставкасы сондай. Енді өздеріңіз салыстырыңыздар. Каргомен алдырған тиімді ме, әлде поштамен алдырған тиімді ме? 100 граммның өзіне сіздер 21 юань төлейсіздер. Алма жаңағы сіздің өзіңіздің мекенжайыңызға дейін. Ал енді сіздер бір аяқ киім деп болмаса киім кешек алатын болсаңыз, аяқ киім мысалы кем дегенде 500 грамм шығады, 500 граммдық затыңыз есепке беріңіздер қанша юань болады. Бұл жерде қараңыздар, есептеп көрсете салайын сіздерге. Мысалы
алғашқы 100 грамм, яғни бұл жерде килограмммен емес 100 граммнан бастап есептелінеді. Мысалы тауарыңыз 100 грамм шығатын болса, 100 грамм шығатын болса, 100 граммдық зат тең болады 21 юанға. Яғни алғашқы 100 грамм 21 юанмен есептелінеді. Яғни 90 грамм болса да, 50 грамм болса да 100 грамммен есептелінетін болады. Немен 21 юанмен есептелінетін болады. Содан кейін келесі мысалы 200 грамм болады ғой, 100 граммға 200 грамм қосылады ғой, 200 грамм болдық дейді. Уже 21 юанға қосылады 5 юан. Яғни бұл 21 и 26 юан болады. Осы 200 граммдық затыңыз доставкасы. И сосын қараңыздар тағы 300 грамм болдық дейді осы. 300 грамм болса, значит 26 юан 31 юан болады. Яғни 5 юан қосылып отырады әр 100 граммға. Сол есептейді екен Pinduoduo сайты доставканың ақшасын. Мысалы үшін 500 граммдық зат болса, мысалы 500 граммдық зат болатын болса, есептейсіздер. 41 юан болады, 41 юан болады екен. Қараңыздар енді 41 юанды 41 юан көбейтеміз. Қазір курс юан 68 теңгемен шығып келеді. 500 граммдық затыңыз, 500 граммдық зат тапсырыс берсеңіз 2788 теңге болады екен. Доставкасы Қазақстанға дейін. Яғни Қазақстанға дейін болғанда, сол өзіңіздің мекенжайыңызға дейін. Қазақстанның кез келген жеріне дейін де. Ал енді қараңыз, 1 килограммдық зат, сонда 41-41-ден, 41 емес. Есептеп көрейік, мысалы 9-ды көбейтеміз. 45 болады, 45-ке қосамыз. 21-ді. 66 юан болады екен. Осы 66 юан 1 килограммдық зат тапсырыс берсеңіз, осы почта арқылы 66 юан болады. 66-ны көбейтеміз. 68-ге. 1 килограммдық затты 4488 теңгеге сіздің үйіңізге дейін доставка жасайды екен Pinduoduo сайты. Егер поштамен алдырсаңыз. 1 килограмм заттың бағасы осындай болады екен доставкасы. Енді былайша қазір карголардың барлығы орташа есептегенде $5 ғой. Қазақстандық карголардың Алматыға дейін доставкасы $5, Сол $5 есептегенде қазір $5-ыңыз 5-ті көбейтеміз. Қазір 460 мен көбейте берейік. 2300 теңге болады екен. 2300 теңге. Ана жерде 4000 бірден көп тұрды. Почти 2 есе қымбат болып тұр. Яғни 1 килограмм зат карго компаниясы қазір тасымалдайды $5 мен Алматыға дейін. Мысалы енді доллар көтеріліп кетуі мүмкін де болашақта, мысалы үшін. Ол жағдайда мысалы үшін примерно қараңыздар, $5-ды көбейтеміз. Мысалы 480 есептеп көруге 2400 болады екен. 2400 бен Алматыға дейін келеді доставкасы да. Қазір көп карголарда осы $5 мен тасымал жасап жатыр. Региондарға кейбіреулер $6, кейбіреулер $7 болады региондарға дейін. Енді бұл жерде өзіңізге алатын затқа байланысты, мысалы үшін қатты ауыр емес заттар, чехол деген заттар алдыратын болсаңыз, енді солай доставкасын есептеп көріңіздер, қымбатқа шығып кетеді ме, кетпей ме екен. Мысалы қазір 2 килограмм зат алып көрейік те, мысалы, так, 19-ды көбейтеміз 5-ке, 95 юан, 95-ті қосамыз 21-ді, 116 юан болады, көрдіңіз бе? 2 килограммдық затқа 116 юан. Осыны көбейтеміз 68-ге. 2 килограммдық зат 7888 теңге. Қазпоштамен алсаңыз осынша баға болады. Ал енді каргомен алсаңыз, мысалы $10 есептеуге, $10 көбейтеміз. Максимальный сумма есептейік 480 мен. 4800 теңге болады екен. Осылай салыстырып көрсеңіздер болады. Қайсысы арзан келеді, соны таңдап тапсырыс бере аласыздар. Каргомен де алсаңыз болады, қазір поштамен алдырсаңыз болады. Тапсырысқа келдік. Енді мына жерде сатып алу деген басамыз. Мана кнопканы. Сосын бізден картаны енгізуді сұрайды. Мен карта енгізбедім әлі. Мына жерде менде карта жоқ, көрдіңіздер, осылай шығып тұр. Жалпы бағасы 480 юан. Төлем деп басамыз. Басқан кезде мына жерде картаны енгіз дейді маған. Мына жерде картаны енгіземін қазір. Карта енгізу жайында видео бар, YouTube-та соған қарап енгізсеңіздер болады. Міне мен уже картаны енгіздім. Қазір енді төлемге өтейін деп жатыр. Қазір маған Каспиге код подтверждение келеді. Сол код подтверждение осы жерге жазамын. Сосын ары қарай төлем жасауым керек. Міне маған келді. 91-28-66. 91-28-66. Подтвердить деп басамын. Ойланып жатыр. Міне покупка болды 494 юан. Міне болды. Мен жағы назатты сатып алдым, көрдіңіздер. Мына екеуміз, яғни осы екі адам екеуміз бірігіп сатып алдық назатты. Енді ол автомат түрде сағатқа ауысқан. Қазір мен көрсетемін соны. Адамшаның үстінен басамыз мына жерде. Міне көрдіңіздер. Міне автомат түрде мына жерге ауысты. Мына жерге келіп тұрып қалған жоқ. Өйткені мына жерге келіп тұрып қалмады, себебі мен жаңағы адаммен бірігіп сатып алдым. Егер өзім жеке өзім сатып алсам, мынаны осы жерге тұратын еді біраз. Содан кейін барып ауысатын еді мына жаққа. Енді мына ішіне кіреміз. Кірген кезде мына осыны сатып алдым да мен. Енді бұл тауардың
мына камазға ауысуын күтеміз. Яғни камазға ауысқаннан кейін бұл товардың доставкасын төлейтін боламыз. Яғни Қытаймен менің үйіме дейінгі доставкасын осы жерге ауысқан кезде төлейміз. Сосын жаңа доставканың ақшасын есептеп көрдіңіздер ғой, қалай болатынын почта арқылы алдыру. Қазір көрейік тағы не көрдіңіздер ғой мына жерде. Доставканың алдын ала есептеп берген бағасы. 100 грамм шығатын болса осы зат мен 21 юань төлеймін. Ертең камаз ауысады ғой товар сол кезде. Оны да бұл жерде карго компания арқылы алдыратын болсаңыз, оны Алматыға келген кезде, яғни өзіңіздің қалаңызға келген кезде төлейсіз сол килограммына. Ал бұл жерде алдын ала төлейсіз. Алдын ала бірінші төлейсіз ақшасын, сосын барып сіздің товарыңызды сіздің үйіңізге жіберетін болады, сіздің мекенжайыңызға жіберетін болады. Бұл жерде енді өте көп сұрақтар бар. Шешілмеген, яғни сұрақтар көп, өте көп. Бірінші кезекте товардың бөленбей, бұзылмай келуіне кім кепіл? Сол сұрақ. Бұл Қытайда тұрған кезде жаңағы товардың жаңағы курьердің қолына жеткеннен кейін оған кім жауапты? Жолда сынып қалса кім жауап береді оған? Мысалы енді каргоға, мысалы карго мойнына алады, көпшілік карголар барлығы почта мойнына алады, барлығы. Егер товар неге складына жетіп барса, каргоның қолына тисе, оған уже карго жауапты болады. Ол міндетті түрде Алматыға келгенге дейін ол товарға карго жауапты жоғалып қалса да, ол кісі тауып береді деген сөз. Сол сияқты шешілмеген өте көп сұрақтар көп. Яғни бұл жерде енді алдырып көрмегеннен кейін, бірінші рет алдырып жатқаннан кейін өте көп сұрақтар туындауы мүмкін. Енді мен қазір көреміз, енді қалай келетінін бәрін тапсырыс береміз. Сосын осы видеоны жалғасы болатын болады. Сосын осылай салыстырыңыздар. Мысалы, енді каргомен алған кезде тиімді ме, әлде осы поштамен алдырған тиімді ме? Әрине каргомен алдырған тиімді, өйткені каргомен көпшілік каргомен жаңағы кері байланыс болады. Сұрап отыра аласыз товарды. Жаңағы егер товарыңыз хрупкий не болса, сынатын зат болса, каргоны айта аласыз ескертіп, менің товарым осындай товар, заказ берейін деп жатыр, маған ағашпен орап бер, дұрыстап орап бер, сынбай кетсін деп айта аласыз да. Ал енді бұл жерде қалай айтатынымыз, енді продавецке айтсаңыз, продавец орауы мүмкін, ол дұрыстап орамауы мүмкін кей жағдайда. Сол сияқты өте көп сұрайтын нюанстар көп. Енді білмедім бұл поштамен алдыру қалай болатынын. Енді сонда заказ беріп көреміз, қалай болатынын, қалай келетінін көреміз алдын ала. Қазір мен примерно бір шаблон жасалған, сол шаблонды сіздерге түсіндіріп өтейін. Мына фотоны қараңыздар. Мына жерде товар уже камазға ауысқан кезде. Товар камазға ауысқаннан кейін мына кнопканы басамыз. Мына жерде. Содан кейін осындай бет ашылады. Осындай бет ашылған кезде сіздерде мынандай кнопка тұрады. Міне көрдіңіздер, осындай кнопка тұрады. Осы кнопканы басасыздар. Басқаннан кейін мынандай бет ашылады. Яғни бұл доставканы төлеу деген сөз. Өзіңіз жаңағы виза картаны таңдап, осыны төлеу деп басасыздар. Мына кнопканы басасыздар. Мынаны басып, төлеп, доставканың ақшасын, товарыңызды күтесіздер сосын Алматыға келгеннен кейін, яғни өзіңіздің мекенжайыңызға келгенге дейін. Мына жерде қараңыздар, алдын ала уже есептелген бағасы. Мына жерде 292 грамм. Көрдіңіздер мына жерде? 292 граммға 31 юань төленейін деп жатыр. 31 юань төлейміз. Яғни ол 292 граммдық затқа. Қазір мен есептеп көрейін, 292 килограмм деп қойып, яғни 292 граммдық зат. Соның доставкасы осы жаңағы Алматыға дейін деп жатыр мына жерде. 31 юань дейді. Яғни 31 юань. Қараңыздар, мен есептедім, мен 31 юань 68-ге өткен кезде 2108 теңге. 2108 теңге. Почти $4 сай келеді. Яғни бір жаңағы 201 теңге килограмм зат $4 Алматыға, яғни өзіңіздің мекенжайыңызға дейін келіп жатыр. Енді ары қарай осылай есептеп көрсеңіздер болады. Алатын затыңыздың салмағы қанша үлкен болған сайын, сонша көп төлейсіздер доставкаға. Поштамен алдыру қазірше осындай жұмыс жасап бар. Болашақта егер дамып, жаңағы поштаның жеңілдіктері жаңа шығып, бұдан да арзандау болмаса, қазіргі уақытта осындай бағамен тапсырыс берсеңіздер, осындай бағамен аласыздар. Бұл әрине бұл тиімсіз, бұл бағамен алу. Одан да жаңағы карго болса, сенің каргомен алған дұрыс болады. Енді сіздерге осыны бөлісейін дедім. Енді ары қарай өздеріңіз шешесіздер. Поштамен алдырасыздар ма, әлде каргомен алдырасыздар ма? Ары қарай енді өздеріңіз шешесіздер. Осы видеоны барлықтарыңызға таратыңыздар, достарыңызға, группаларға, WhatsApp группаларға бәрін көрсін, осы видеоны танысын. Көпшілік сұрақтар туындап жатыр. Қазір поштамен заказ беру басталды ма, заказ берсек бола ма деген. Міне осы видеоны көрсеңіздер бәрін түсініп аласыздар, қалай болатынын бәрін. Поштамен заказ берсеңіздер болады, бірақ осындай кішігірім кемшіліктер бар. Яғни доставкасы деген кішкене қымбатқа түседі екен. Пиндодан жаңағы доставкасы. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, WhatsApp группаларға, Telegram-ға жіберіңіздер көрші адамдар. Сосын арнаға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.